Anasım! Anasım! Ne oldu bana? Tuzak matken gitti. Kanaktı. Kane. Kuzucu. Kane. Hazır yazıldı. Puh puh puh. Ket endi. Aurу деген жаман нәрсе. Біздің үйге келмейді. Қазір жазылады. Қорықпай, ә? Қазір. Қазір шықыр жасаймыз. Ya bu qanday sihir? Қазір 3-ке дейін санаймыз. Санаймыз 1, 2, 3. Ay! Бітті батыр. Сен енді батыр болдың. Сенің саусағыңа кірген тікен менің жүрегіме кіреді ғой, балам. Сенің тәніңе кірген нәрсе менің жаныма кіреді. Міне менің батыр ұлым. Енді ауырмайды, ya? Ауырмайды. Мен барда ештеңе ауырмайды. Mama. Oğlum, Çıkış. seni tashlab qayda boraman? Mama tutmuş. Qayda boraman canım seni tashlab? Hech qayda bormayman. Mama tutmuş. Hozir kelma, hozir. Varsın bak. Yaparım. Hech qayerga ketmayman. Osmonda bo'l. Балам, кел. Беті қолыңды жуып кел. Сабақтан кешігесің, бола ғой. Bakın sana kim? Балам, адамды киім емес, жүрек әдемі етеді. Ақыл, білім де қажет. Siz neге өзіңізге жаңа киім алмайсыз? Сен таза жүрсең, жақсы оқысаң, ақылды болсаң, барлығы сол мен айналам. Сен өскенде бәрі болады. Мен өскенде сізге бәрін жасаймын, тамақты да өзім жасаймын. Сен үйленгенде әйелің жасайды. Сол қарайды ғой маған.
Үйленгенде де сізге қараймын. Мама, Не болды балам? қаныңызға жатсам бола ма? Сен батыр емессің бе балам? Батырлар қашпайды. Батырлар да кейде қорқады. Бірақ сен қорққан жоқсың. Сен маған келдің. Қашқан жоқсың сен. Мен әлі кішкентаймын ғой. Иә, сен әлі кішкентайсың. Батыр болуға уақыт бар. Мама, Айва, мен сені жақсы көремін. мен де сені жақсы көремін. Мама, Иә, сен барда мен қорықпаймын. сен батыр боласың. О, балалар келдіңдер ма? Келіңдер, тамақ ішіп алыңдар. Сәлеметсіз апай. Қойшы, тойып тұрмыз, керек емес. Ондай болатын болса, мен ауыз киейін. Кел. Ей, соткаңды тасташы. Менің саған бір айтар сөзім бар. Досым, анамды ренжітпе. Ертең анаң жоқ болса, мына үйде кеудеңде бос қалады. Ішіңде тек мұң мен қайғы қалады. Осының біл. Сен де бір, бәрінде ақыл думаш, жүріп кеттік. Апай, сау болыңыз. Әй, балалар, тамақ ішіп кетсеңдерші, күні бойы аш жүресіңдер ғой. Ей, мама, айттым ғой, аш емеспін. Ұқпайсың не? Аш емеспін, ішпеймін. Не болды қайта-қайта сұрай беріп? Түсінбедіңіз ба? Болды, жүріп кеттік. Ей, сен қорқақсың ғой? Қазір көрсетемін. Аяғы сыңғыр, кішкене жай теппейсің бе? Досым, айтар алдында ойланып сөйле. Ей, не қорқыншың ба? Әшейін қалжыңдадың ғой досым. Білесің ба, періштелер әумин десе де қабыл болады дейді. Сондықтан айтар алдында ойланып сөйле. Ей, жарайды досым, ренжіме. Жарайды, қайтейік. Досым, оқ атылса қайтадан қайтпайды. Сөз де дәл солай, есіңе сақта. Кеше балам, көлемін үтіктеп қой деп, үтіктеп қояйын.
Мен көйлегім қайда жүр? Уй! Мама, мен ақ көйлегім қайда? Не бар? Жаңа ғана үтіктеп қойдым. Неге басқасын емес, осы дегенсіз, а? Маған бұл керек емес еді ғой. Енді кеше сен өзің осыны айттың ғой маған. Айтпадым бұл мен. Айтпадым мен оны. Әрқашанда өзін шешедіңіз. Төй, мама! Сіздің кезіңізден кешетін болдым енді. Не бар? Бұл емес. Телефон қайда мен? Жаным, Ау, мен сені жақсы көремін. Маған тұрмысқа шығасың ба? Мен сені мына әлемдегі ең бақытты жан етуге уәде беремін. Сен үшін бәрін жасауға тырысамын. я келісемін. Жанымсың. Алло, дайынсың ба? Кешке шығамыз ба? Я вот сол мен де дайындалып жатқанмын. Ермек па? Ол менің айтқанымнан шықпайды ғой. Ол менің жағымда. Иә. Все, жақсы хабардамыз ба? Қызым, кешке қонаққа барғанда мамамды шақырайын деп едім. Иә, айтқаныңыз болады ғой, апа. Апа, мен өзім істеймін ғой. Сіз барып жата беріңіз. Апа, өзім істеймін дедім, барып демала бермейсіз бе? Ой, жаным, қазір ол келеді. Апа, деймін, қоя салыңыз. Өзім істеймін. Қазір ол келеді ғой, соны тез тамақ істейді. Мен бұл үйге сіздерге көмектесу үшін келдім ғой. Барып жата беріңіз. Қазір Ермектің де келетін уақыты болып қалды. Сол келетін уақытта бар қазір. Өзім аяқтай саламын. Оğlum келдің бе? Ол Самал қалдарың қалай? Тамақ шай дайын ба? Жақсы. Сен келеді деп шай қойып жатқан едік. Апа, сіз барып демала беріңіз. Қалған өзім істей саламын ғой.
Туй, Ермек. Сенің анаң қайта маған мешать ете береді. Қайтесің, үлкен кісі ғой, мән бермейтін істейсің. Үлкен кісі болса барып жатпай ма? Қайта маған мешать етеді. Мүмкін сөйлесерсің. Жарайды жаным, қапаланба, өзім Мен сөйлесем. бұл үйге не үшін келдім? Осы жұмыстарды істеу үшін келдім ба? Дұрыс па? Ой, осы мамам да бір. Онда өзі істесін. Мен барып демалайын. Мама, неге үнемі араласа бересіз мен шаруама? Кішкентай кезімде мен үшін бәрін шешіп қоятын едіңіз. Енді келініңізге көшесіз ба? Неге тыныш отырмайсыз осы үйде? Балам, мен ештеңе деген жоқпын ғой, жай ғана көмектестім ғой. Ой, қойыңызшы ол. Балам, ашуланба. Сен мені сүйесің бе? Әрине жаным, не болып қалды саған аяқ асты? Онда неге бөлектеніп жатсың? Мен сені сүймесем сен қасында болар ма едім? Мүмкін мен басым ауырып тұрған шығар. Жоқ, олай емес жаным. Олай айтпашы. Онда неге әлі анаңмен біргесің? Енді ол үлкен кісі емес па, жалғыз кісі. Менің жүрегімнен орын алған. Мен ол кісіні қалай тастап кетемін? Үнемі бірінші орынға анаңды қоясың. Олай емес жаным. Мен сені сүйемін ғой. Ал мен как всегда екінші. Олай айтпашы. Жаным, не болып қалды саған? Мен сені сүйемін ғой. Егер мені сүйсең, онда бөлек шығайық. Неге олай айтасың? Мен анамды қалай жалғыз тастап кетемін? Мен де жалғызбын ғой, күйеуім бола тұра. Жарайды, бәрін өзім реттеймін, бәрін өзім шешемін, уайымдамашы. Тезірек болса екен онда. Жарайды жаным. Жаным, қайдасың? Не болды? Айттым ба? Анашым, Ау? орасыз ба? Сөйлесу керек. Айтағын, балам. Келіңіз екеуміз бөлек шықсақ деп едік. Сол сізге бір алдыңыздан өтіп ескертейін деп. Ол да дұрыс шығар. Жарайды. Ренжімеші енді, мама. Жоқ. Анасы баласына ренжімейді. Ренжімеймін. Ол да дұрыс шығар. Екеуің әлі жассыңдар. Немене тынышталып қалдыңдар? Көңілдерін көтеріңдер. Мен қашан жиналайын деп жатсыңдар. Жиналайық. Аяқ қолым бүтін, мен әлі қартайған емеспін. Өздеріңмен өздерің болып, бала шағалы болып, өздерің өмір сүре беріңдер. Сендерге бақыт тілеймін. Алла қаласа бала шағаларыңмен ойнап күліп, сөйтіп бақытты өмір сүріңдер. Мынада біздің сөпкен ғой. Жол апа, не істеп жатсыз? Өзіміз реттейміз ғой. Қоя салыңыз. Ермек балам,
Ал мама. Көрпені ала кетсейші. Сен кішкентай кезінде қорыққан кезде жалып жүрдігін көрпені ал. Той мама, өткенді қозғамашы қайтадан. Мен кішкентай бала емеспін ғой. Болушы заттарды алшы. Такси күтіп қалып бізді. Жарайды, мама, өз-өзіңізге қарап жүрсіз. Сау болыңыз. Бақалым. Бақытты болыңдар. Сәуле! Сәуле! Ау! Кел! Кір! Қалай, құрбақ? Қалай? Жақсы, өзің қалай? Денсаулығың қалай, жақсы ма? Жақсы. Не істеп жатсың? Әй, Сәуле, не сырқат тұрып қалғасың ба? Иә, кішкене сырқаттанып қалғам. Ермекпен келін біле ма ауырып жатқаныңды? Ешкімге айтпай қой, оларды әуреге салып не істеймін әлі жасында. Емдесейші, барып қарау, көрін, денсаулығымен ойнамағын. Бәрі жақсы болады. Емдел құрсын, емдел, қарау. Тоқташ, брат. Ой, не болды тағы? Брат, сен кішкентай кезінде сені кім қарады? Айтшы, сен ауыртқан кезде, сен кішкентай жалғыз қалған кезде кім қасында болды постоянно? Сені анан жеткізді, өсірді, бақты. А сен естіп кеттің, бір қатыннан әлеріз кетіп кеттің вообще. Не істеп болып кетті саған, брат, вообще? Ой, қоя қойшы, сенде ақыл үйретпей. Кейін сен қалып едің. Брат, тоқташы енді. Өзімен өсіп, блин. Салтанат, сәлем, қалайсың? Қалай? Күшті бауырсақтың шығып тұр ғой. Ой, рахмет. Жаннан қара. Аламыз үйге. Ермек, О, қалайсың? Сәлематсыңдар ма? Қалдарың қалай? Шүкір, жақсы. Бақыттысыңдар ғой. Я шүкір, бақыттымыз. Бақыттың не екенін білесің ба өзі сен? Білесіңдер ма? Білем. Анаңнан хабар алып отырсың ба? Анаң ауырып жатқан білесің ба? Жоқ, білмеймін. Қан құсып, қан жұтып ауырып жатыр ғой. Бақыт деген білесің ғой, я? Ананың табанының астында екенін, жұмақтың кілті. Білесің ба өзі? Бар да хабар ал анаңнан. Ермек, бүгін анаңның барып қал жағдайын білгін. Түсіндің ба? Жарайды. Барып хабарын алғын. Былай тұрыңдаршы. Жарайды, біз не алып ек? Е Алла, өмір не болып кеткен, адамдар қазір қандай болып кеткен. Өсіресің, өндіресің, оларды жеткізесің қиыншылықпен. Өскеннен кейін осындай қарамай тастап кететіні қиын екен.
Анашым. Анашым, сізге не болып болды? Жағдайыңыз қалай? Келдім, кешірші мені. Жоқ, анашым, мен еш нәрсе істеген жоқпын. Мен сол қалпақ қорқақ болып қалдым, мама. Анашым, кешірші мені. Сен мен тастап кетпеймін деп уәде беріп едің ғой. Жалғыз қалдырмайын деп уәде беріп едім. Анашым, тұршы. Қанша рет ренжіттім мен марқамай, қатты сөздер айттым саған ойланбай. Сенім деме кешірдің ғой бәрінде, мейірімің теңіз екен шексіз бір. Ана, қатемді кешірші. Ермек балам, егер бұл хатты оқып отырсаң, демек мен саған ең керекті сөздерді бетіңе қарап айтып үлгермеген шығармын. Бірақ бір нәрсені жүрегіңе мәңгі сақташы. Мен саған ешқашан ренжіген емеспін. Ана баласына ренжімейді, ана тек сағынады. Есіңде ме, кішкентай кезінде түн ортасында шошып оянып, «Мама, қасыңа жатсам бола ма?» деп сыбырлайтын едім. Сенің сол дірілдеген даусың менің жүрегімді тілгілейтін. Сенің кішкентай жүрегің тарсылдап соғып тұратын. Сол жүрек тоқтап қалмасын деп мен өз жүрегімді беруге дайын едім. Түндер бойы сен ұйықтамағанда мен ұйықтамайтынмын. Денең қызғанда маңдайыңды сипап отырып, «Алла, ауырсынуын маған берші» деп іштей жылайтынмын. Сен ауырсаң мен тыныс ала алмайтынмын. Сен күлсең мен қайта тірілетінмін. Сен өстің, иығың кеңейді, даусың жуандады. Енді мені қорғап қалатындай мықты болып кеттің. Бірақ білесің бе, мен үшін сен сол баяғы түнде қорқып оянатын кішкентай бала болып қала бердің. Егер бір күні үйге кіргенде менің даусымды естімей қалсаң, ас бөлмеде ыдыс сыңғырламаса, терезе алдында менің бейнем көрінбесе, сол кезде ғана менің орнымның бос екенін сезерсің. Бірақ қорықпа, мен жоқ болып кеткен жоқпын. Мен сенің жүрегінің ішінде қалдым. Қиын сәттерде кеуден қысылып жылағың келсе, сол менмін. Сені құшақтағым келіп тұрған. Ермек балам, өмірде қатты болып көрінуге тырыспа. Жүрегің жұмсақ болса, сен әлсіз емессің. Сен адамсың, самал қызым. Сен әлі кішкентайлығың бар. Бірақ бір күні сен де ана боласың. Сонда ғана менің неге түнде ұйықтамағанымды түсінерсің. Мен сендердің болашақтарыңды көрмесем де, немеремнің күлкісін естімесем де, мен әрқашан сендер үшін дұғадамын. Апа, кешіріңізші бізді. Біз сізді түсінбеппіз. Біз қателесіппіз. Сіз бізді жақсы көріпсіз ғой.